Баршаға сәлем, менің есімім Әсем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгінгі видеода осындай универсал аксессуар чокер тоқитын боламыз. Бұл чокерді мойынға, белге, қолға, шашқа, неше түрлі образдармен сәйкестендіріп тақсаңыздар болады. Тоқылуы өте қарапайым әрі расходы өте аз. Бұл жерде әртүрлі жіптермен тоқылған, бірақ жіптің жуандығы ұқсас болғандықтан чокерлердің размерлерінде ондай айырмашылық байқалмайды. Видеоны соңына дейін қарап, егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Ендеше кірісейік. Бізге керекті заттар: жіп. Мен ярнард джинс жібін қолданамын. Бұл жерде 50 грамға 160 метр, 45% акрил, 55% хлопок. Кез келген жіп қолдансаңыздар болады. Расход өте аз болғандықтан қалдық жіптермен тоқсаңыздар да болады. Крючок номер 3,5 мен тоқи берсеңіздер болады. Өздеріңіздегі жіптің жуан жіңішкелігіне байланысты таңдап алсаңыздар болады. Қайшы және сантиметровый лента керек. Ең алдымен біз чокеріміздің бауын тоқып аламыз. Бірінші петлямызды жасаймыз. Ондай қатты ұзын кончик керек емес. Әрі қарай санамай 1 метр воздушный петля теріп аламыз. Шамамен 1 метр. Өздеріңізге керекті ұзындықты тоқсаңыздар да болады. Міне осылай кәдімгі воздушный петлялардан теріп аламыз. Мінекей қыздар, воздушный петлямызды теріп алдық. Енді өлшеп көрейік. Міне. Енді әрі қарай санаймыз қыздар. 60 воздушный петля санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай 60 санап аламыз. 60 воздушный петля теріп алдым. Енді бір накид аламыз. Крючоктан кейін 4 петля санаймыз. Міне 1, 2, 3, 4-шіге әкеліп тоқимыз. Столбик бір накидпен. Міне. Енді 4 воздушный петля накид аламыз. Дәл осы жерге жаңағыдай столбик бір накидпен тоқимыз. Міне. Накид аламыз. 1, 2, 3, 4. 4-ші петляға столбик бір накидпен тоқимыз. Міне. 4 воздушный петля, накид, дәл осы жерге столбик бір накидпен тоқимыз. Міне. Бізде осындай аркалар пайда болады. Накид, астынан 1, 2, 3, 4. 4-ші петляға столбик бір накидпен тоқимыз. 4 воздушный петля, накид, и дәл осы жерге столбик бір накидпен тоқимыз. Түсінікті болды ғой, қыздар? Накид, 1, 2, 3, 4-ші петляға столбик бір накидпен тоқимыз. 4 воздушный петля, дәл осы жерге тағы да бір столбик бір накидпен тоқимыз. Міне, осылайша бізге 15 мынандай арка болғанша, міне, бізде қазір 4-еуі, 1, 2, 3, 4. Осындай 15 болғанша тоқимыз. Тағы бір рет көрсетемін. Накид аламыз. 1, 2, 3, 4-ші петляға столбик бір накидпен тоқимыз. 4 воздушный петля, накид, и дәл осы жерге столбик тоқимыз бір накидпен. Әрі қарай жалғастырыңыздар. 15 арка тоқып алдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-ші міне. Енді қатарымызды жабамыз. Міне бірінші петляны тастаймыз. Мынау столбик тоқылды ғой, одан кейінгі бірінші петляны тастаймыз. Екінші петляға
жай ғана столбик без накида тоқимыз. Енді қатарымызды бұрамыз. Бір воздушный петля. Енді қараңыздар, жаңағы соңғы столбик пен мына жердегі столбик без накиданың арасында мынандай ашық жер бар, арка сияқты. Осы жерден столбик без накида тоқимыз. Енді мына арканың ішін тоқимыз. Накид аламыз. Бір полустолбик тоқимыз. Одан кейін осы жерге 4 столбик бір накидпен тоқимыз. 1, 2, 3 и 4. 2 воздушный петля. Енді тағы да осы жерге 4 столбик бір накидпен тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Және соңғы бізде мына жақта басталып еді. Полустолбик бір накидпен, соны тоқимыз. Міне, біздің бірінші лепестогымыз дайын. Енді мына ортадағы аркадан столбик без накида тоқимыз. Накид аламыз. Енді келесі лепестокты тоқимыз. Дәл осыны қайталаймыз. Полустолбик біреу, ары қарай 4 столбик бір накидпен. Біреу, екеу, үшеу и төртінші міне. Жалпы бізде мына жанында 5 столбиге бір полустолбикті қосқан кезде 2 воздушный петля. Осыны қайталаймыз міне. 4 столбик бір накидпен, екінші, үшінші и міне төртінші. Соңғысы бізде полустолбик бір накидпен міне. Мінекей. Екінші лепестогымыз дайын. Келесі аркадан міне бір столбик без накида тоқимыз. Дәл осылай мына 15 арканың барлығын осылай тоқып шығамыз. Соңғы лепестогымды тоқып болдым. Мінекей қыздар. Енді қараңыздар, мына жаңа біз мына қатар басталған кезде мындай кішкентай арка пайда болған еді. Осы жерден столбик без накида тоқып қосамыз. Міне, осымен қатарымыз жабылады. Енді ары қарай дәл мынаның ұзындығындай воздушный петля тереміз. Екінші бауы болады бұл бізде. Ары қарай санаудың да қажеті жоқ. Тек мынамен бірдей етіп тоқып алсақ болды. Екі бауын бірдей етіп тоқып алдық. Мінекей, енді біз жібімізді кессек те болады. Назар аударып қарасаңыздар, мынау біздің оң бетіміз, жаңа тоқыған. Мынау теріс беті. Егер біз міне оң бетінен ішке қарай орайтын болсақ, қыздар, лепестоктарымыз сәл ішке қарай былай жаңағыдай жауылып тұрған сияқты гүл шығады. Міне. Егер біз осыны сыртына теріс жағынан орайтын болсақ, міне теріс жағын ішке жіберіп орайтын болсақ, біздің лепестоктарымыз міне сәл сыртқа қарап тұрады. Маған осылай жинаған ұнайды, сондықтан мен мынау теріс бетін ішіне қалдырам. Мына оң беті гүлімнің сырт жағында тұрады. Міне. Осылай гүлімізді орап аламыз. Міне. Осындай гүл шығады бізде. Қазір осыны дәл осылай қатырып тігетін боламыз. Ол үшін бізге осындай пластик ине қажет. Егер инелеріңіз болмаса, крючоктың көмегімен де тігуге болады. Шамамен 30 сантиметрдей жіп керек. Жібімізді осы инеден өткізіп аламыз. Бір ұшын қысқа, бір ұшын ұзын етіп, осылай жасап аламыз. Енді гүлімізді тігуге кірісеміз. Кез келген жерінен өткіземіз. И бізде барлық лепестоктар ілінуін қадағалау қажет. Міне. Осылай барлық лепестогын іліп өткіземіз. Мына кончик осылай қалады. Қазір бізде соңында бұны байлау үшін қажет.
қасындағысынан өткіземіз. Ішкі жағының бәрі ілініп тұр менде. Бұлай қарап тігуге болады. Барлық жерін тігіп алдық. Тексеріп қараңыздар былай. Лепестоктарын ашып, егер ілінбей қалған жерлер болса, тағы да тігуге болады. Енді мына екі кончикті тігеміз. Енді мына екі кончикті байлаймыз. Енді қарасаңыздар, мына бауымыз мына бір шетінде, мынау бауымыз ортадан шығып тұр. Осы ортадағы бауды мына шетке алып шығуға болады. Міне крючокпен просто осылай өткізіп алып шығамыз. Міне. Бізде екі бауы міне екі шетінде тұр. Енді мынау соңындағы кончикті воздушный петлядағы осы жерден кесіп тастасаңыздар да болады, немесе кішірек крючок алып, мына петлялардың арасына кіргізсеңіздер болады. Мінекей біздің чокеріміз дайын болды. Оңай әрі тез тоқылады, әрі универсал. Неше түрлі жіппен, неше түрлі түсте тоқуға болады. Мастер-класс ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да әдемі видеолармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.